Ғаламтор заттары, денсаулық сақтау саласындағы нанотехнологиялар, цифрлық білім беру және электрондық сауданың дамуы қазіргі заман адамдардың күнделікті өмірінде және тұтас өңірлердің экономикасындағы ауқымды өзгерістер қарсаңында тұр. Қазірдің өзінде сарапшылар бұл өзгерістерді 4-ші индустриалды төңкеріс деп атап, оларды осыған дейінгі технологиялық дүмпулердің бірізді тарихына жатқызып отыр. Ал бұның республикадағы ішкі үдеріске тигізетін ықпалы қандай? Бұл туралы цифрлық Қазақстан арнайы бағдарламасында әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі бағдарламада электрондық сауданың дамуы жөнінде сөз қозғаймыз. Соңғы 20 жылдың ішінде онлайн кәсіпкерлік қазіргі заманғы экономиканың ажырамас бөлігіне айналды. Бұл кәсіпкерлер үшін үлкен өткізу нарығының қамтылуы және төмен өзіндік құнымен тартымды. Уақытты шектемей, тәулік бойы сауда жүргізуге мүмкіндік беріп, осылайша сату көлемі мен кірістің көбеюімен қызықты. Ал тұтынушыға электрондық сауда іздеумен жеткізуге кететін уақытты үнемдеп, қажетті тауарларды сатып алуға жағдай жасайды. Осы және өзге де қолайлы тұстар арқасында e-commerce қызметіне деген сұраныс жоғарылап, ол қарқынды дамып келе жатқан қаржы саласына айналды. 2012 жылдың өзінде электрондық сауданың тұтынушылық сегментінде ғана жалпы әлемдік сату көлемі $1 триллион көрсеткішінен асып түскен. Әрі бұл сан ұдайы өсіп отырады. 2016 жылы Қазақстандағы электрондық сауда нарығы $800 миллион ақш деңгейінде болған. Осыған қоса ғаламтор арқылы төлемдер саны үнемі өсіп, биыл да динамикаға зер салсақ, бұл көрсеткіш жылына $1,5-2 миллиард жетері анық. Мамандардың бағалауынша, бүгінгі таңда Қазақстандағы ғаламтор саудасының үлесі орта есеппен алғанда жылына 25 триллион теңге құрайтын бүкіл тауар айналымының 2%-нан аспай отыр. Сонымен бірге, елдегі e-commerce нарығының жылдық орташа өсу қарқыны шамамен 10%-ға тең. Электрондық сауда өскен кезде инфрақұрылымды дайындау маңызды. Ресейде өзге елдердің электрондық дүкендерінен жөнелтілген сәлемдемелер серпілісі басталған кезде пошта мұндайға дайын болмаған рас. Ал бүгін Қазпошта жетекшілерінің бірі өздерінің дайындықты бастап кеткендерін атап өтті. Онлайн сауданың дамуы үшін инфрақұрылымды құру Алматыда өткен Mubi Event 2017 ұялы қызмет пен төлемдер бойынша халықаралық конференциясының негізгі өзегіне айналды. Шараға 1000-нан астам делегат Қазақстан, Ресей, Беларусь және Украинадан келген талдаушылар, әзірлеушілер, банк және ұялы операторлар өкілдері, блогерлер мен қызмет тұтынушылары. WoodPay төлем жүйесінің авторлары Александр Бондаренко және Лев Крепких ұялы конференцияға қатысу үшін Қарағандыдан Алматыға талай рет келген. Мынау слайд ол жалпы біздің ұялы төлемдерімізге қатысты жағдайды көрсетіп отырады. Биыл олар ұялы төлемдер нарығы, болжамдар мен шындық тақырыбында баяндама дайындаған. Компания директорлары түйіткілдің мән жайымен жақсы таныс. 5 жыл бұрын өз жобасын жүзеге асырып, олар тұтынушылардың сенімсіздігіне, ғаламтор арқылы төлем өткізу мәдениетінің жоқтығына, банк саласының жетілмегендігіне тап болған. Дегенмен қазақстандық экономиканың негізгі салдарының соңғы жылдарда байқалған қарқынды дамуының арқасында компания отандық e-commerce сегментінде өз орнын тапты деуге болады. Адамдар енді банкоматтан ақшасын алуға асығу үлгісінен сол ақшаны ғаламторда пайдалану үлгісіне бет алуда. Әлбетте біз қазір қарқынды дамуды бақылап келеміз. Әсіресе девальвациядан кейін халық карталары мен ақшасын қалталарына тығып тастаған. Қазір үлкен өсім байқалып, оның 100%-дан асып түскенін көріп отырмыз. Mubi Event 2017 іс-шарасындағы резонанс туғызған бағдарламалардың бірі Қазпошта акционерлік қоғамының ашық төлем құралдары туралы жасаған баяндамасы. Бір күн бұрын олар елбасының қатысуымен өткен республикалық цифрландыру сауалдары бойынша кеңес аясындағы цифрлік технологиялар көрмесіне қатысқан болатын. E-commerce зор маңызға ие, өйткені бұл экономиканың жылдам дамып келе жатқан жалғыз секторы. Бұл Қазақстанда ғана емес, әлем бойынша белең алған қарқын. Ал біз Қазақстанның логистикалық операторы ретінде іргетас қалаудағы рөліміздің маңыздылығын жете ұғынып отырмыз. Адамдар электрондық сауда, сатып алу, жеткізілім, мерзім, тарифтер мен жеткізу сапасы секілді жайттарға сенім білдіру үшін мүмкіндік жасауымыз керекпіз.
Республика бойынша 200-ден астам ғаламтор дүкендері қызмет атқарып жатыр. Төлем жасауға мүмкіндік беретін 40 ұялы құралдың біріне жүгіну арқылы 70-ге жуық логистикалық компания тауарлардың жеткізілуін орындайды. Сонымен бірге күн сайын Қазақстан бойынша 16 мыңнан астам сәлемдемелер жөнелтілсе, мамандардың айтуынша 2020 жылға қарай бұл сан 19 есеге артатын болады. После того, как клиент СМС арқылы келген кодты енгізгеннен кейін, оның пошталық жөнелтім орналасқан ұяшық ашылады. почтовое отправление. Тауарларды жеткізу және жөнелту қызметіне деген өсіп отырған халықтың сұранысын қанағаттандыру үшін еліміздегі ірі пошта операторы өз бөлімшелері және сұрыптау орталықтарын жаңғыртып автоматтандырды. 74 жөнелту супермаркеті іске қосылып, 134 пошта үйлері ашылып, осылайша компания жұмысының тиімділігі арта түсіп, логистикалық қызметтің бағасын әлде қайда төмендетті. Нету такой длинной очереди. Бұрынғыдай үлкен кезек жоқ. Әр ұяшық, әрбір стеллаж нөмірленген. Сондықтан клиентке керекті қатар мен ұяшық туралы ақпарат түскеннен кейін ол өзі барып сәлемдемесін алады. Бұл үдеріс кәдімгідей жеңілдетілген. Қазақстанның статистикалық комитетінің мәліметінше, ғаламтор дүкендерінде тауар сатып алуға кедергі жасап отырған факторлардың бірі жеткізу жылдамдығының баяулығы мен тауарды алуға қатысты әуреге салу. Сатып алушылардың пайымынша, осы түйткілдердің шешімі пошталық қызметтер жұмысына ғана емес, жалпы электрондық саудаға деген сенімді арттыратыны хақ. Мен үнемі ғаламтор арқылы сатып алып тауарларға тапсырыс беремін. Оларды супермаркеттегідей. Қазпоштадан алып кетуде мен үшін ыңғайлы. Алған тауарым осындай трек нөмірімен келген жайында СМС хабарлама түседі. Мен барамында оны алып кетем. Бұл үйге арналған ойын-сауық пен кітаптар сататын ірі компания өз жолын Өскемендегі шағын ғана дүңгіршектен бастаған еді. Бүгінгі таңда желі бүкіл республика бойынша тараған 30-дан астам дүкен және ғаламтор арқылы өнімді сатуға маманданған 5 сервиске ие болып отыр. Интернет-магазиндерден киімдерді, кітаптарды жиі алып тұрамын. Және осы интернет-магазиннің ұнайтын себебі бұл жерде скидкілер көп болады. Сонымен бірге, компания сайтындағы тауардың бағасы сөредегі бағадан әлде қайда төмен болуы жиі кездеседі. Мәселен, танымал американдық жазушы әрі сценарист Уильям Голдманның кітабы онлайн дүкенде 1540 теңгеден сатылса, бөлшек сауда желісінде сол кітап үшін қосымша 1210 теңге төлеу керек. Алайда назым білдірген сатушылардың айтуынша, бұл да қазақстандықтарды ғаламтордағы саудаға өтуге ынталандыру үшін жеткіліксіз. Мұнда техникалық қиындықтардан бөлек жағымсыз тәжірибеге байланысты психологиялық тосқауылдар бар. Мен тауарларды ғаламтор арқылы өте сирек сатып аламын. Отбасымыздың алданған кездері болған, сондықтан мен үшін дүкенге келіп, тауарды көзбен көріп, қолмен ұстап барып сатып алған жеңіл. Дегенмен қазақстандықтардың жергілікті және шетелдік маркетплейстердегі сатылымдар саны ұдайы өсіп келеді. Сатып алу артықшылықтарының рейтингісі келесідей. Биылғы көктемде статистика комитетінің өткізген әлеуметтік сауалнамасы көрсеткендей, қазақстандықтар қаражатын киім мен спорт тауарларына көбірек жұмсайды. Осы санаттағы өнімді сауалнамаға қатысқан адамдардың жартысынан көп сатып алады екен. Респонденттердің 21%-ға жуығы ғаламтор арқылы телекоммуникациялық қызметтерді төлесе, тағы 18% азық-түлікке онлайн тапсырыс береді. Ғаламтор арқылы кітаптар мен журналдарға тапсырыс берушілер саны 16,5%. Одан 1% төмен деңгейдегі көрсеткіш дәрі-дәрмектерді сатып алуға тиесілі. Қаржылық және сақтандыру қызметтері аутсайдерлер қатарында. Респонденттердің 3,6% ғана бұл қызметтер үшін онлайн транзакциялар арқылы төлейтіндерін айтты. Ғаламтор саудасының тағы бір қарқынды дамып келе жатқан бағыты ойын-сауық шараларының билеттер сатылымы. Егер Қазақстан бойынша осындай қызметті сұрастырылған адамдардың ішінде 10% ғана пайдаланса, елордада бұл көрсеткіш 3,5 есеге көп. Билеттерді сату бойынша Қазақстандағы ірі қызметтердің бірінде көрсеткендей 2012 жылы нарықта өз орныңды табу қиынға соқты.
были такой первой ласточкой, одной из первых. Біздер осы саланың қарлығаштары болдық. Біздің мысалымызға қарап адамдар ғаламтордан сатып алуды үйрене бастады. Ал ол кездегі орташа чектің төмен болғанда дамып кетуімізге септігін тигізді. Яғни біз 10 мыңдаған теңге тұратын мұздатқыштарды емес, біз билеттер сатамыз. Клиент тұрғысынан мысалы киноға билет алу секілді осындай ғаламтор арқылы сатып алудан бастау тиімді. Такой верный шаг, то есть с минимальным риском с точки зрения клиента. Көп еңбек етіп, 5 жылдың ішінде сервис 2 миллионға жуық электронды билет сатып, электрондық сауда секторындағы отандық стартаптар арасындағы сәтті жобалардың қатарына қосылды. Қазақстандағы мәдени шараларға сатып алынған онлайн билеттердің 90% дерлік соның үлесінде. Ресурсқа бірнеше шетелдік компания қызығушылық танытып, кеңейту мен жаңғырту сауалдары бойынша келіссөздер жүргізіле бастаған. Мы обслуживаем практически все театры в Алмате и в Астане, и также... Біз Алматы мен Астананың барлық театрларына қызмет көрсетеміз. Өңірлерде де бір-екі театр, не болмаса филармония, цирк біздің жүйемізге қосылған. Мақсатымыз мемлекеттік мекемелерді қамту. Бұл біздің әлеуметтік жобамыз десек болады. Кейде тіпті өңірлерге шығып қызметімізді тегін ұсынамыз. Мы предлагаем свою систему зачастую бесплатно. Жуырда Казнет кеңістігінде кір жуу машинасын, қымбат смартфонды немесе 40 дюймді диагоналі бар теледидарды 319 теңгеге сатып алу туралы қызғарлықтай ұсыныс пайда болды. Дәл осындай бағаға ресурсқа жазылуға болады екен. Мұндайға сене бермейтін ғаламтор пайдаланушылары хабарламаның астарында алаяқтық бар деп күдіктенсе керек. Алайда бұл күдік расталмады. Проект Fruit.kz – это краудбайинговая площадка, где мы продаем... Fruit.kz жобасы бұл краудбайинг алаңы. Мұнда біз жоғары сұранысқа ие тауарларды тиынға сатамыз. Мысалы $1. Тұжырымдамамыз сондай. Келешекте өндірушілердің өз тауарларын арзанға сату арқылы траярылдарын, яғни сынама сатып алуын жарнамалық науқан ретінде өткізуге болатын алаңға айналғымыз келеді. Өйткені аудиториямыз үлкен, біз күн сайын қарқынды өсіп келеміз. Аудитория у нас большая, и мы очень интенсивно растем каждый день. Қазақстандық стартаперлер жобасының сәтті шыққаны соншалық ол республикамыздан тыс жерлерде де кеңінен тарап отыр. Күздің аяғына қарай жобаны Ресейде жүзеге асыру көзделіп, Филиппин инвесторлармен де келіссөздер жүргізіле бастаған. Жоспар бойынша Латын Америка нарығына шығу. Осыдан жарты жыл бұрын электрондық сауда саласына байланысты тағы бір бірегей қызмет пайда болған. Окауто ұялы қосымшасы санаулы секундтың ішінде жол жүру ережелерін бұзған үшін айыппұлдарды тексеру мен төлеуге мүмкіндік береді. Ішкі істер министрлігі біртұтас республикалық базасына біріктірілген қосымшаның арқасында айыппұл туралы хабарлама бірден телефонға келеді. Демек, Қазақстанда уақыты өткен квитанциялар туралы ұмытуға болады. Болашақта қосымша жүргізушілердің нағыз көмекшісіне айналары хақ. Ол жүргізуші куәлігінің аяқталу мерзімі туралы хабарлап көмектеседі. Сақтандыру полисінің мерзімі жайында да алдын ала айтып, бір шерту арқылы жаңасына тапсырыс беруге мүмкіндік жасайды. Ал курьер жаңа құжатты үйіңізге дейін жеткізеді. Сондай-ақ қосымша сіздің елден тыс шығуға тосқауларыңыз бар немесе жоқтығын да автоматты түрде көрсетіп отырады. Әлі де мүмкіндіктерін жетілдіруге болатынына қарамастан ұялы қосымша кеңінен тарап үлгерген. Қызметтің авторлары жарнамасын бермей тұрып, оны 140 мың адам жүктеп алыпты. E-commerce қазақстандықтар өмірінің барлық салаларына енуі еліміздің көптеген тұрғындарына қолма-қол ақшадан толықтай бас тартуға мүмкіндік береді. Мысалы, алматылық балалар психологы Дарья Михеева 2 жылдан бері кез келген тауарды ғаламтор арқылы ғана сатып алады. Бұл шығынды айқындап, отбасылық бюджетті оңтайландырды. Ол тіпті офлайн болса да, осы әдетін қалдырмай, тек қана төлем картасын пайдаланады екен.
Есть еще очень Тағы бір классный жағымды выгодный әрі тиімді артықшылық кэшбэк, яғни әрбір сатып алудан менің картамда белгілі бір пайыздар жинақталады. Меніңше бұл ақша жинақтау мен сақтаудың қосымша нұсқасы іспетті. Мысалы, құрбыларыммен киноға немесе дүкенге барғанда қыздардан ақшаларын аламын да өз картаммен төлем жасаймын. Ал әрбір сатып алудан түскен пайыз картамда сақталады. Бұл өте тиімді. Нарық мамандарының болжамы бойынша, еліміздегі ғаламтор саудасының осыншалықты қарқынды дамуы 2020 жылға қарай 276 мың жаңа жұмыс орнын ашып, республикадағы жалпы ішкі өнімді 0,2%-ға арттырып, Қазақстанға электрондық сауда сегменті дамыған 30 елдің қатарына енуге жағдай жасайды.